Yo, бәріне сәлем достар, сіздермен бүгін мен Clasher.kz арнасы және де бүгінгі видео кландағы жігіттермен дуэль номері 2 болады. Я достар, Clash of Clans ойыны туралы видео шықпай кетті, оған кешірім сұраймын, келесі видеода шығатын болады. Уәде беремін. В общем, көріп тұрғандарыңыздай, мен ғана кеше Clash of Clans сүрем деген, бірақ мен ауырып қалдым, тамам ауырып тұр. Дауысым жаман болып тұрған шығар, я ренжімеңіздер. Сонда да түсіріп жатырмын. Так, енді мен арена 6-ға түсіп қалдым. Және менің кланым 36-шы орынға түсіп қалды. Көбісі кетіп қалды, неге екенін білмеймін. В общем, ештеңе етпейді. Кланға кіріңіздер, бірге кландағы жігіттермен дуэль номері 3 түсіретін боламыз келесі жолы. В общем, осы кландағы жігіттер, так, бүгін мен осы кландағы жігіттермен дуэль ойнайтын боламын, жалпы айтқанда. В общем, мен 3 колодам, сол 3 колодамен әртүрлісімен ойнап отыратын боламын. В общем, қазір мынау темный принциппен ойнайтын боламыз, как күтесіңіздер. Мына жерде зеркаланы ұмытып кетіппін. Зеркаланы ненің орнына қойсам болады? Зеркаланы мынаның орнына қойсақ. В общем, кеттік ал. Бірінші кіммен ойнайды екенбіз, қазір көреміз. Даусым жаман болып тұрса, жемеңіздер достар, келесі видеода жақсы болады. Бірінші противник Ильяс. Ильяс не 3 адам көріп жатыр уже. Ильяс түсіпті. Ильяс мықты адам. Мықты игрок дегуді от. Жалпы айтқанда. Опана, королевский гигант. Королевский гигант имбаға болады. Королевский гигант қазіргі уақытта имба болып келеді. В общем, заморозка лақтырсақ, себебі меніңізден айырылмас үшін ғой башымыздан. Сондықтан заморозка жіберу керек болып қалды. Енді қазір біздің атака кетеді. Темный принциппен. Мен қисық жер қойдым. Қисық жер қойдым қазір. Біз принцип өретін боламыз. Сосын база жоқ тактикасы. Біз шайып жатырға әрине. Бұл деген ештеңе етпейді. Қазір біз айырамыз деген ойдамыз. Нормально. 1700 қып қалдырдық. Бұл деген енді білмеймін ол заңы. Біз мынаны қоя салайық. Ортаға сборщик добывалканы қойдық. Бұл жерде бізге не істеуге болады? Не істеуге болады дегенде мынаны кетіре саламыз. Және де қазір күтеміз мен шыққан. Біз бір башнямыздан айырылдық. Ничего, нормально. Көріп тұрғандарыңызда енді бізде бұл да заморозканы лақтырды. Достар, менде лага кетіп жатыр, не екенін білмеймін. Мүмкін менде память аздан шығар. Қазір былай істейтін боламыз. Біз бірінші ойынымызда біз жеңіліп қалдық. Бұл деген әрине өкінішті, бірақ ештеңе етпейді. Бірінші жеңіліс. Отличная игра, және де осындай стикерді жіберетін боламыз. Так, жеңіліп қалдық. Енді келесі нені істейміз? Келесі противник күтеміз.
Али Продан келіп тұр. Али Промен қазір біз ойнайтын боламыз. Сибі удач. Бұл деген біздің кланның тоже топовый игрогының бірі. Себебі бұл біздің кланның авторитетін шығарып жүрген адамның бірі. Өйткені 2305 трофей, яғни топқа сәл болсын жетелеп көмектесетін адамдардың бірі деуге болады. Қазір біз огненный шар жібереміз. Қаншама мусорларға қарсы. Жіберетін боламыз. Что-то мынау тактика онша емес деп ойлаймын, что-то айнып қалдым. Теккен кетті. Заморозка теккен кетті. Стреланы қолданатын боламыз. Қазір біз басқа тактикамен ойнайтын боламыз. Себебі бұл тактика не очень екен. Өздеріңіз көрдіңіздер. Бостан-босқа эликсир кетіп жатырмын. Бұл деген әрине өкінішті. Гигантпен контр кетті. Менің әскерлерімнің барлығы гигантқа қарап қалды. Разгон болу үшін принцті алыстан жіберетін боламыз. Міне болды, біз бір башнямыздан айырылып қалдық. Қудық бірде-бір урон жасаған жоқ дұрыстап. Менде кәлке өзім контр ететін карталар жоқ достар. Өзім контр ететін карталар жоқ. Сондықтан хороший играны жібереміз де. Көріп тұрыңыздар, мен уже рак оқаппын, көрдіңіздер ма? Себебі дұрыс ойнай алмай жүрмін. В общем, соңғы кездері кубокты да кішкене болсын түсіріп алып жатырмын. Сондықтан осы қазір біз не істепсек, басқа колоданы аламыз. Және де Нұрланмен атак жасайтын боламыз. Нұрланды біздің кланның ташері деуге де болады. Себебі 2241 трофейі бар. Бұл деген әрине өте күшті, керемет деуге де болады. Және де біз мини-пекка және миньондарды жіберетін боламыз. Және де тағы да бір нәрсе қоям екен, жоқ қойған. Мен стрелам теккен кетті, көріп тұрғандарыңыздай. Зіпті қолдандық, кішкене болсын. Айтпақшы достар, обновлениеде големнің де несі өзгерген болатын, яғни дизайны дейді ол. Онсы да өзгерген болатын. Бұл деген өте керемет болып қалды. Көріп тұрсыздар, яттың да көмегі бар. Себебі яттың кесінен мен әскерлерім бір түрлі асықпай қозғалатындай болып көріп тұрғаныңыздай. Скоросты да азайтады, жалпы айтқанда. Міне біз оның бір башнясын алдық. Керемет. Және де енді Валкирия қарсы біз пушканы қоятын боламыз. Және миньондарды өлтіру үшін стреланы қолданатын боламыз. Так, енді біз сол жақ башнясын алу үшін қазір біз атака жасайтын боламыз. Қазір эликсир тосын.
жоқ, бізге дефте отыру қажет. Кішкене болсын былай не осылай қолдандық. В общем, сол жақ башня нормально деп ойлаймын, я алмайды шығар. Жоқ, біз бұл жерде қате жасақ қойдық. Және де біз Валкирияға қарсы осыны қолданатын боламыз. Бізге дефте отырған жөн өйдім, я? Дефте отырған жөн. Не, осылайша біз жиындық. Ішінен және де осындай стикер жіберетін боламыз. Бір үш атака жасадық, екеуінен жеңіліп қалдық, біреуін жеңдік болды. Өте нормально деп ойлаймын. Себебі біздің главный геройлармен шайқасып болды деген өте керемет. Және келесі противник стоят, 2488 трофейі бар. Бұл да айтпақшы легендарный карта бар, Спарка деген. Бұның қазір қолданса біз біттік деген сөз. Бұның тактикасы өте мощный деп ойлаймын. Бізге бостан босқа бізге башнясын бере салды. Башнясын берсе де бұл деген апасына текен бере бермейді. Және ведьманы өлтіру үшін осылай қолдану керек. Көріп тұрсыздар ма? Ведьма деген скелеттерін жібере берді. Біз мына башняға біздің қазір сол жақ башнямызды алады. Қателесіп кеттік деп өтіп жалпы айтқанда. Мықты қазіргі кездегі. Осылайша бірде бір қазіргі результат. Бірақ мен зан бойынша жеңіліп келе жатырмын. Көріп менде башнямда не жоқ. Нетет. Опана, біттік. Бәс, көрдіңіздер ме Спарканың несін, уронын? Ол деген 933 не болған хп. Жақсы жоқ. Енді бізге по-любому бір екі шеттегі башняны ала алмаймыз, по-любому ала алмайды шығармыз деп ойлаймын. Қазір уақыт тез ускорение болсын. Енді қазір қателесіп кетті, ол енді точно қателесті. Осылайша мен контрдите бастадым. Бізге бір Спарка жіберсе біз біттік, точно біттік. Себебі бұдан кейін өте қиын болады. Біз точно біттік. О, нормальный контрдеттік, жалпы айтқанда нормальный контрдеттік. Енді бізде сол башняны алу ғана қалды. Пушканы қоямыз. Енді осылайша мынаны жібереміз де. Ала аламыз ба? Ала алмаймыз ау деймін. Бізге қазір дефте отыру қажет деп, және де огненный шар жібереміз. Нормально. Так, енді бізге главный башняшын шайқасу қажет. Так, бізге главный башняға қарсы шайқасу қажет. Қазір бізге ничего болса да нормально. Опана, біз точно бітеміз қазір. Кешірім сұраймын достар.
Қазір бізге ниче болса да нормально, себебі Спарка деген өзіңіз білетіндеріңіздей, бұл деген өте опасный оружие. Себебі Спаркадан қаншама не істеуге жеңіліп қалуға болады. Спаркамен және бізге қазір защитада отыру қажет. Точно қажет. Отыру қажет. Және де біз қазір башымыздан айырыламыз. Башымыздан айырылдық. Өте көңілді шайқас болды. Және мықты ойын көрсетті Саят. Красавчик. В общем, осылайша біз не істедік? Ойнадық кландағы жігіттермен дуэлді. Және де осы дуэлді ойнаған жігіттерге алғысым шексіз, өте қызықты ойын болды деп ойлаймын. Және де қазір осы видеоны YouTube'ге салатын боламыз. Және де тағы да соңғы рет достар, сіздерде 2000 трофей болсаңыз келіңіздер. Себебі менің кланымды кішкене көтеруге сіздердің көмектеріңіз әбден керек. Біздің кланымыз көтерілуге жалпы несі бар, желаниясы. Сондықтан көмектескілеріңіз келсе кланға келіңіздер. В общем, сіздермен бүгін болған мен Clash арнасы. Амандықта кездескенше, келесі видеода кездескенше достар. Давайте.